19 вектің орта өзінден 20 вектің егесінге жетір дұғаларының тыл томан шинжілеп чораан еттемденінің арасындан көскі жеріне еліп, бұ демаға хамарыштыр, ұлық ажылды қылып бежейін еттемденір Василий Васильевич Радлов болғаш Николай Федорович Катанов болыр. Башқысы біле өренкісінің еттен білгіже чүткілі, қайызының да амыдырал жек көріжі, жұртта өткен жылдарының бергі орықтары, чоғадықчы ажылының кей адын көдіріп, білік-біле жесерлеп жаран Сибирь, Казань, Санкт-Петербург болғаш Радлов біле Катановтың үжен 4-тен жыл әткерінде тұшы берген салым жолы бірле қолғасын болушқыны деп болыр. Василий Васильевич Радлов жоғым боды немез ұқты. Ол 1807 жылда Берлинге төртінген жоғым шын ады Фридрих Вильгельм. Бичі олдың тылдарға сонырғалын ады езі ескеріп, боттарының шадар шағылет еткіп жаран. Гимназия сонда Фридрих Вильгельм Берлин университетінде өйреніп кіріп алған ол жылдарда тыл талазылы сұразылы кеттемденір тұрған Франц, Боб, Вильгельм, Шот, тыл талазылы лекциялар номжып, боттарының делген білейін студентлерге дамжытпы шағын чаға өніп тұрған солын материалдар демдеглеп, ланкия бодының студентлерінге, боттарының студентлерінге өліп балған тылдарының чалым қайаларда артық балған бішіктерін өйренерінің мұнында арғалық болса, жидер жеде өрген терек тылдарының бүгі талазындан өйренерін жоғыласын оғадып тұрған. Ол башқылар Энгланкия қызыма көрінішілері біле аңғық желдіп, тұқа көй біліглеріне беріп тұрған. Ол башыларының арасында Лангия Аугус Боттың лекцияларын чамдық студентлер қая болырын башбұрынға біліп алғаш сүріп жетіп тыңнар тұрған. 1805 тосылда Фридрих Вильгельм шажын жүділгеннің Азия чонарынға салдары деп демаға ертем ады қамғалап алғаш. Бодының тыл талызылы білейін оламжылап шинжілер сорылғалы 1805 жылда Фридрих Шоттың деткімдесін дамжыштар Россияға жетіп келген. 18 вектің төнжісінде Россияға ол жылдарда Қадат, Мол, Манжур, Татар тылдарына өйретіп, отшылдыршылар белеткеп тұрған тұсқа өйретке жері Омскі хорайға тұрған. Ол школа қолды қызғар жерлерінге ажылдар тұсқа еттемділер белеткеп тұрған. Қажан 1805 жылда Фридрих Россияға жетіп келгеш, ол жұрттың қолы түрімін сағып, аңа ол қолы түрімге чағыртылыр таңғырақ күле алғаш. Бодының адын Василий Васильевич Радлов қылдыр солды алыр. Солды алғаш жарға ол Барнаулға сөйлсіретер гимназия қылдыр белеткеп тұрғанда школасына жетіп келгеш, ажылда бегілерінің мұнында Алтайға, Барнаулға жетіп келгеш, ол Алтайның чоқ қағызында девіскерінде жұттап чорор түрік тылдық жонарының тылын өредерін жөшберен тұғайында пешіп қылдырты алғаш ажылдап кіріптер. Алтайға тұрған жылдары 1805-1807 бір жылдар Радловтың тылдар талазылы шинжілер ажылы қылысқан күзелін күштелдіріп, жарғы ұлы хорайға дадығы өскен чағала черіп қар ажып жорыр. Аня кіжі еттем білігнің нарын болғаш берге
оруун ажытып, түркология деп эртемнин төгүзүндө чаңгыз эбес жаа билишнени аждар арганы берген лангия шоорлар, тывалар болгаш оларның төгүзүнгө дылынга чуртап чораан жеринин дугайында билишкинеринин кыска тайпылык ажылдарын ол бижээн. Бодунун мурунга салдынган сорулганын биркесин ол бодунун бишип турган жагаларында, демдеглелеринде арттырган аңа ол кидизөглөргө ширтек каңгаутуп, чалым хаялы оруктар биле аар жүктүү аттыг чоруп турары деш болуп турган булушунан колдоо күнүн жыгып бишип турган. Ол демдеглелеринин арасында, жагаларынын арасында Радловтуң 1861 жылда хемчик кем биле абаккан кемнин арасынга азып турганын бижээн 1861 жылда союнарга чораан айын жорктун демдеглери деп эгелик жүйүндө аза бар. Жарга ол жылдарда Уранхай синин бересине бактап турган болгаш ханык Россиянын кахамарлыкка жоктурган ынчангаш Радловтуң Тывага үр ажылдар күзели бүтпен аңа чүле 4 кире хонук берген турган жасада ол каш хонук ишинде ол эленди ага чагалга хамашкан ажылдарны бишип жеткиптер. Радловтуң ол төндүр шиндилеп жетикпей барган ажылын Санкт-Петербург университетинин 1880 жылда тоочусу Николай Федорович Катановго улаштыр шиндилер аз кежеген ажыр. Кажан Катанов 1884 жылда Санкт-Петербург университетинде öğrenip кирип турган үйесинде Радловтуң алдайга тургаш бишип турган жагалары, демдеглелдери Германиянын Лейпциг хоңорайга нетомны кылдыр немесилга үнүп келген турган. Ол демдеглелдеринде жагаларында Сибирден деп Етомның номунда Радлов ханык Россиянын ниити байдалын лангия түйрүк тылдык жонарынын тылын шинжилеп келген түйрүк тылдык жонарынын аар берге амыдыралын кара эле көрүп табышып турган жүүлдерин ол хебер шыны биле бишип турганы жадабыз. Радловтуң ол ному орсулга үнер аргасы чок кол эрген. Радловтуң 10 эгелеш Санкт-Петербург университетинге ажылдар базары нарыдай берген. 1885 жылдан 1888 жылдарга жетир университетке өйрөнүп турган Катанов Радлов биле жажык белгеш оң пажыңга барып кичээлдеп лекциялардан хосук шактарында элен көчүлдөрүн билип араргалы болгон. Кажан ол Радловтан түркология таласы биле билиглер ап чоруп тургаш тыва болгаш хакасылдарда чамдык сөздөрүнүн уткасын башкасынга тайбырлап база берип турган. Университет соңунда Катанов башкасынын сүмеси биле 1888 жылдан 1890 барык 4 жыл ичинде тывашы чорупкаш аңа 4 жыл тургусунда бижээн улук ажылы түркология эртемнин таласында чайын алчак жетишкин болуп опыт исследования уранхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к тюркским языкам деп ажылы 1903 жылда Казанга үнүп бер. Жарга Казанга үнүп бер. Кажан Радловтуң немесилга бишкан Сибирдин деп Етомның ному 100 жыл эрткенде 1980 жылда орсулга үнүп келгенде эң базы бир солун жүүл давабиле чоғадыкчы ажылы холбаалык жаран Вайнштейн ол номну редакторлап ол номнун орсулга үнүп келген вариантысынга
эге жүлді болға сүйілгі жүлді бижені қайғамжық солын Вайнштейн Радловтуң туғайында ында улуң мөгейі болғаш хүнткерлі бижені қайғамжық солын болатқан.